сөз жаттау кезінде қандай қиындықтары болды негізі? Мен ойлаймын ағылшын тілін үйренген кезде мысалы сөз жаттау деген дүние бір адамға қатты бір әсер етеді мысалы. Сол жерде құлап түседі көп адам. Сол қандай бір техникаларды қолдандыңыз өзіңізге? Сен 11 жыл мектепте оқыдың, ағылшын тілің мықты шығар деп айтамын да. Бірақ ол сарказм. Неге бізде балалар 11 жыл бойы ағылшын тілін оқиды да, міне осы жерде отқан бәріміз оқыдық. Бірақ барлығы ол белгілі бір деңгейде білмейді. Неге сұрақ? Марғұлан Сейсенбайдың өзі айтады ғой, ағылшын тілін қолға нені байлап алып жаттадым дейді ғой. Жеттім деп ойладым дейді. Бір шетелдіктермен таза бір американецтермен келіскен кезде Марғұлан деп айтады дейді. Сені нигерийский акцент қайдан жүр деп айтады дейді. Қазақтар мына камера айтайын. Біз негізі ашық қалыппыз. Қысылмау керек. И және біздің алфавиттің бәрі жаңа өзіңіз айтқандай мүмкіндікті береді. Біздің араб болды бастығымыз пиццерияда. Ол өзі жаза алмайтын, тек голосовой жіберетін. Where are you дейді, болды короче. Сөйтіп голосовой түсінбеймін не үшін. сөйтсе ол әріпте оқымаған екен да. Кеше мысалы олимпиада чемпионы болған Елдос Үметтің өзі көрдіңіз бе, ағылшын тілін білмегені туралы көптеген видеолар шықты. Өзі айтады да, бір өкіндім дейді да, кәдімгідей осы бір тілді үйреніп аламын деп. Елдос Үмметпен сана форумда көрдім. Сол кезде айттым, мен Англияға барып ағылшын тілін үйренемін деді. Англияға кетті, ағылшын тілін үйреніп алды. Яғни чемпион мен чемпион емес адамның арасын ажыратып тұрған дүние, ол соның алдына қойған мақсатына жете алуында және соны орындай алуында. Қалай болады екен қазір 18+ ол ма айтатын? Ағылшын тілін либо через постель жақсы үйренесің деп айтады. Басқа ұлтпен сөйлесу арқылы деген сияқты. Жақсы, иә. Камераға қарап айтайын. Жалпы шетелге барып ағылшын тілін үйрену деген нәрсе ол кейде нонсенс. Сосын бізде қара нәсілділерге құмармыз ғой. Иә. Бізде қара нәсіл. Біз өзімізді алдандық оған. Бізде жұмысқа келетін балалар айтады, біз универ тастап кеттік, Билл Гейтсті тастаған, Цукербергті тастаған дейді. Мен соған пример келтіремін. Сен тек санаулы адамдарды білесің, өмірде универ тастап успешный болған қолмен. Ал бірақ сен айта аласың ба, оқып жетістікке жеткендердің саны өте көп деймін. Алдар Көсенің ертегісінде байларды қанау дейді, ол совет үкіметінен келген сондай түсінік. Сондықтан біз ұрпағымыз бай болу керек. Адамның бай болса материалында оның сөзі жүреді, өзі жүреді, ісі жүреді. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін бізде ерекше қонақ. Қонағымыз Қайрат Қожанов. Ол кісіні көп адам қаржылық сауаттылық бойынша немесе жалпы үй алуға байланысты, ипотекаға байланысты таниды. Бірақ бұл кісіні мен ол қырынан емес, бүгін бір жалпы Қайраттың Қайрекеңнің бір ерекше білім жолындағы жолын ұсынғым келеді. Өйткені көп адам білмейді. Бұл кісінің мысалы IELTS-тан жоғары балл жинаған, немесе Англияда оқыған деген сияқты. Сол салада бір мықты өзін көрсеткен үшін бүгін міне кез келген үйренушіге өзіндік бір білім бере алатын, өзіндік бір жол ұсына алатын адам ретінде шақырып отырмыз. Қайреке, қош келдіңіз. Рахмет. Қайреке, бүгін енді білімге байланысты сөйлейміз деп айттық қой. Енді өзіңіздің бір білім жолыңыз туралы айтып кетсеңізші, жалпы біздің көрермендерге неден басталды? Айеке, біріншіден шақырғанға рахмет. Екіншіден осы Инстаграмға дейін таныстығымыз бар. Бізде өзінің қалай СДУ-ға түсіп, потом Казгуға түскен, Казгуда қандай журналдар ашқан. Поэтому сол кезден бері бірімізді танимыз, құрдаспыз. Емін еркін ашық әңгіме болсын. Сен деп сөйлей берейік, білесің ғой. Кеттік. Сондықтан, сұрақ қандай бізде? Біз жалпы білім жолы қайдан басталды жалпы? Біз енді мектепте қарапайым ауылда оқыдық, Үшқоңырда, Назарбаевтың ауылында. Ол жерде ешқандай орысша, ағылшынша деген мүлдем жоқ. Контингент тоже ондай қатты емес қаладағыдай. Сол жерден грантқа түсіп, әйтеуір мектептен біз 2 оқушы болсақ, соның бірі мен болдым. Казгуда білім алып, өзіңіз білетін, тарих факультетінде ғой. И сол тарих факультетінде жүріп, қарапайым тарихты жақсы. Бакалаврды аяқтадыңыз? Бакалаврды аяқтадым. Магистратура? Магистр сол бізде Казгу болды. Потом оны жартылай Кореяда оқыдық достарымызбен. Потом екінші магистр сол болашақпен ғой. Болашақпен. Қандай мамандықта отырдыңыз болашақпен? Бізде Educational Leadership and Management білім саласындағы көшбасшылық және лидерство былай айтқанда сол салада болды. Жақсы. Қайреке, енді жалпы болашақпен оқыдыңыз. Болашақпен оқу үшін адамға ағылшын тілі керек. Ағылшын тілін үйрену туралы ойлар қай кезден келіп бастады? Жалпы бұл өте қызық жағдай. Мен өзім өмірімде ағылшын тілін оқимын деген ойлаған емеспін. Өйткені өзімнің болашағымды, жұмысымды бір ағылшын тіліне байлаған жоқпын да. Яғни біз солай прямой қабылдайтынбыз кез келген нәрсені. Ойлайтын, тап осы ағылшынсыз, орысшасыз өмір сүремін, жетеді маған деген сияқты. Бірақ бір белгілі бір себептер алып келеді. Оны мысалы бір киноны ұнатасың, бір музыканы ұнатасың, тіпті өзіңнің жақсы көрген қызың болуы мүмкін, сол ағылшын тілін білген үшін оқуы мүмкін. Менікі сондайға келеді кішкене. Менің кейбір группаластарым Америкаға барамыз, work and travel бағдарламасы бойынша деген кезде барып, менде қаланба деген сияқты сондай бір мотивация пайда болған. Сол кезден басталды ғой. Ағылшын тілін үйрену, Сол не курстарға бардыңыз ба, жоқ әлде өзіңіз алдына оқыдыңыз ба, қалай болды? Бізде сол универ кезінде, сол 1-90-ның кезінде бізге рекламалар келе бастады, work and travelға байланысты. Сол кезде менің сұрақ қойған бір-ақ сұрағым болды. Ол жерге баруға қанша ақша кетеді дедім. Адамдар оған қанша тілді білу керек, қандай уровеньда деген сияқты.
И сол жерден басталды барлығы. Мен тұрдым да уже курсқа жазыламын дедім. Мгм. Енді кез келген азамат үйрену үшін өзіне ұстаз іздейді белгілі бір деңгейде. Өйткені біз вообще алфавиттің өзін дұрыс білмейтін кез болады. Бұл бізде 3-ші курстың 1-ші тоқсаны. Және сол кезде мен алфавиттің өзін ұялмай айта аламын. Сонша мектепте 11 жыл оқысақ та, сол кезде осылай алфавиттен бастап бірінші бардым. Сондықтан кез келген тілді оқу үшін бірінші кезекте сізде базовый уровень міндетті түрде курсқа бару керек деп санаймын. Өйткені дұрыс бағдар береді, ол сіздің уақытты үнемдейді. Ағылшын тілі өзі бір қызық тіл ғой. Жазылуы басқа, айтылуы басқа деген сияқты сөздер өте көп болғаннан кейін, грамматикалық өзгешелік болғаннан кейін адамда осы тілді үйрену үшін міндетті түрде бір мұғалімнің болуы өте маңызды. Мұғалім таптыңыз, курсқа бардыңыз, ары қарай өзіңізде енді осы ағылшын тілін оқу барысындағы өзіңізде болған қиындықтар қандай болды? Так, бірінші кезекте бұл жерде жаңа басында айтып кеткендей, ағылшын тілі бізде кез келген ағылшын тілі мектеп біз оқыған кезде 2010-11 жылдары орыс тілі арқылы болатын. Яғни кез келген бір сөзді аударатын болсам, бірінші орысшасы аударылады. Жаңа біз ауылдық жерде оқыдық, кейде жасырмаймыз, оның орысшасын түсінбей қалатын кездер болатын. Яғни ағылшын бір сөзді білесің, оны перевод жасаған кезде орысшасын түсінбей тұрасың. И сонда біз ол кезде телефонда бірден іздей салатын жоқ қосымшалар, 2 кітаппен аударатын кездер болатын. Яғни орысша, ағылшынша, орысша, қазақша деген сияқты. Солай жалпы кез келген тіл ол кәдімгі еңбек талап етеді, тұрақтылықты талап етеді деген сияқты. Сондай бір қатты қиыншылықтар болды. Сол ағылшын тілінің арқасында мен ойлаймын, сол орыс тілді үйрендік деген сияқты. Сондай ғой. Менің өзім injection деген сөзді бір күні отырмыз, СУ-да оқитын кезім, дәл сіздікіндей жағдай, қазақша ғана білесің, орысша қатты емес. Injection деген не деді? Инъекция ғой деді. Инъекция деген не деген сияқты болды. Ары қарай қуалай алмайсың да, өйткені сөйтіп екі тілді қатар үйрендіңіз. Ары қарай қалай болды? Солай именно жазып қоятын кезде сол 2-3 немен жазып қоятынбыз. Даже 4-еу болатын, өйткені жаңа өзіңіз айтқандай былай оқылуы басқа, жазылуы басқа ғой. Сондықтан оның оқылуын бір қарайсың, және оның орысшасын и қазақшасын деген сияқты. Мен ойымша бұл жерде тоже генетика влиять етеді деп ойлаймын. Біріншіден память дұрыс болу керек адамда. Бірақ памятьті тексеру үшін бірінші кезекте ойлаймын, адам өзінің бүкіл организмда витаминдерді тоже ескеру керек. Өзінің магний жетіспейтін шығар, может, Д жетіспейтін сияқты. Оның барлығы мидың жаттау қабілетіне әсер етеді. Әрине ол отбасыдағы тұрақтылық, ешқандай стресстің болмауы, дұрыс тамақтану деген сияқты ол тәннің қалауындағы нәрселер бірінші орында тұрады. Екінші жан қалауында сен оны жақсы көру керексің, және саған сондай оқитын условия өзіңе жарата алу керексің деп ойлаймын. Біз мысалға көбіне маған мұғалім бағдар берген кезде бірақ тапсырманың барлығын мен жатақханада орындайтын. Сол кезде жатақхана бірге тұрамыз достарымызбен. Мен түнімен оқитын, таңда ерте тұрып оқитын. Сол кезде жиі жанындағы балалар свет өшірші дегенді айтатын. Және де менде өзімнің арнайы газеттерім болатын. Өйткені жатақханада тамақтанатын бір стол болса, соның үсті ұлдар тұратын, ол жуылмайды ғой. Соны сүртіп, газет төсеп, сондай өзіме күшті атмосфера жасап оқитын. Яғни дұрыс үйрену үшін адамның өзінің бұрышы болу керек дейсіз ғой, кәдімгі ыңғайлы бұрыш болу керек. Өйткені оқуға байланысты болсын, кез келген дүниеде адамды сол, мысалы, асхана деп қарасаңыз, сіз тек ол жерде тамақпен ассоциация болады да. Ал енді сіз газет қойған кезде, кәдімгі бір тазалық қарай жүрген кезде, ол бір оқу орнына айналады да. Дәл солай. Сөйтіп оқыған болатынбыз. Және де бұл жерде ағылшын тілі деген мынандай ғой, кез келген тіл жалпы, оны бір тұрақты күнделікті дайындалуды талап етеді. Маған мынандай бір сөз қатты өткен болатын кезінде, сол курстарды оқыған кезде, Дмитрий Петровтың айтқан сөзі бар, полиглот ол да атақты. Мен профессиональный деңгейде үйренгім келеді дейді. Немесе бізде ағылшын тілі мұғалімдері бар, өздерін қысылады. Яғни мен білмеймін, толық деңгейде игере алмадым. Адам бір нәрсені толық ешқашан игере алмайды. Ол былай деп келтірді. Сен жүзуден олимпийский чемпион болуың міндетті емес деді. Сен жүзуге суға түскенде сен батып кетпесең болды деді. Сол позиция кішкене бізді ағылшын сөйлеуден қысылдырмай, тіпті орысша сөйлеуден қысылмауыма осы нәрсе себеп болды. Жақсы, яғни бірінші выживание деген сияқты нәрсе ғой, былай қарасаңыз, бірінші адам өзі сол жерде өліп қалмай, бағана болады ғой, негізі басты қажеттіліктерге жараса, ары қарай қызық емес, ұра береді. Дұрыс. Мысалы, баяғы айтып едіңіз, сізден естідім, әділеттен естідім, бір Америкаға барған кезде миллионер арабтар бар, бірақ ағылшын тілін әлі де білмейді деген сияқты. Олар кәдімгі базовый моменттерді ғана біледі, соның өзімен өмір сүріп кетуге болатынын көрсетеді. Сөз жаттау кезінде қандай қиындықтар болды негізі? Мен ойлаймын, ағылшын тілін үйренген кезде, мысалы, сөз жаттау деген дүние бір адамға қатты бір әсер етеді, мысалы, сол жерде құлап түседі көп адам. Сол қандай бір техникаларды қолдандыңыз өзіңізге? Так, ол кезде мысалға бізде кітап еді ғой. Бірінші құнды нәрсе кітап болатын. Енді біздің кезде деп қатты кетпей қояйық, бірақ та ол шынымен де осыдан 14 жыл бұрын екен да, ол шамамен. 14 жыл бұрын бізде кітап сатып алуға мүмкіндік, енді студент кезде ақшаны қимайсың. Поэтому бізге Казгудың кітапханасы көп көмектесті. Кітапханаға барамыз, ол кезде 1 жылға алатын абонемент деген нәрселер болады. Сол жерден біз бигинерден бастап, advanced уровеньға дейінгі
литературалар болатын. Мысалы Агата Кристидің өте қызық қой историялары. Иә. Соны бигинерден бастаймыз. Оқып бастаған кезде мысалы оның ішінде бигинерда шамамен бір 1200 сөз бар дей қояйық ішінде. Иә, артында жазылып тұрады. Соны мен түгел дәптеріме жазатын. Түсінбеген сөздің бәрін түгелдей полностью. Және соны ана оқып отырып, жаттап, қайталаған кезде маған бірден ассоциация болатын. Жаңа Агата Кристидің бір ситуациясы болып жатқан кезде бір сөйлемнің ішіне 2 сөз жазып алдым да, уже автоматом сондай ассоциация болатын. Бір нәрсемен жатталу деген. И нәтижесінде солай цель болды менде. Бүкіл Казгудың бигинер кітаптарын бәрін тауыстық. Elementary қойдық, оны толық. И сол кезде сенде кішкене ішінде мақтаныш болады. Вот мен мына кітапты бітірдім. А мына кітаптың ішіндегі мен 100 сөзді білемін, 1000 сөзді білемін. Сөйтіп мен жаңа досым болатын, как раз Алмасқа былай қолына берем кітапты, мына сен любой сөз тауып ал да маған қойшы деп айтамын. И қойған кезде сен жауап бере аласың, оқы дейсің да. Яғни ана қайталау білімнің атасы деген сияқты бұл жерде тұрақтылық керек. Ол бірден істеліне салатын, тоқпен толықты жалғайтын нәрсе емес, ол тұрақты жұмыс жасауды талап етеді кез келген нәрсе. Жалпы кез келген мамандық, ол тіл болсын, басқа жұмыс болсын, адам әрқашан өзін шыңдап отыру керек деп ойлаймын. Жақсы, ана ұлт сазын бағана болдым, бір жақ қоян қазақта жүрген Мұрат Есжан ағамыздан сұраған кезде де ол кісі де дәл осы нәрсені айтты, маған оқу арқылы келді білім деп. Бағана түрлі деңгейлік кітаптарды оқу арқылы. Мысалы, қазір адамдар бірден нәтижеге бірден жеткісі келеді де, сөйтеді де оларға мысалы өзіне қатыссыз деп ойлайды кітаптарды. Мысалы мен күнделікті өмірде қолданбаймын ғой деп. Ол сол тілдің бір құрылымын түсінуге өте жақсы әсер ететінін түсінбейді. Немесе оның сөздік қорды дамытуға өте қатты әсер ететінін түсінбейді. Оған бірден күнделікті ағылшынды ұсын деген сияқты моменттер айтады да. Бірақ ол сол әлемнің ағылшынша дайвин дейді ғой, сол тілдік неге кіруіне, сол тақырыпты түсінуіне әсер ететінін көп адам түсінбейді. Сондықтан да Қайрекең ұсынатын бір момент ол, яғни ағылшын тілді деңгейлік кітаптарды оқу. Әдеби кітаптар. Және ол қызық болады да, кішкене историясын сен түсіне бастайсың сол арқылы. Мысалы, Оскар Уайлдтың жаңа Дориан Грейдің портреті деген кітабы бар, мысалы. Соны оқыған кезінде ең алғаш мен элементари деңгейде оқыдым. Кейін соның орысшасын оқып бастаған кезде вроде ішінде историялар болмап еді ғой деп қалдым да. Сөйтсек ол орысшасында кәдімгі толықтай ол тілде да, advanced уровеньде. Сөйтсем ана элементари жеңіл тілде жеткізген екен да, ол өзінің қарапайым very good деген сөздер көп болады да. Ана жақта уже fascinating деген сияқты бөлек уровень кетеді ғой. Және де менің айтарым, жалпы кез келген жұмысқа келген кезде адамдарды немесе мектепте балаларды, мен мұғалім болдым ғой тарихтан, ағылшын тілінен бердім сабақ нешта. Сол кездерде былай қоятын сұрақ: сен 11 жыл мектепте оқыдың, ағылшын тілің мықты шығар деп айтамын да. Бірақ ол сарказм. Неге бізде балалар 11 жыл бойы ағылшын тілін оқиды да, міне осы жерде отқан бәріміз оқыдық. Бірақ барлығы ол белгілі бір деңгейде білмейді. Неге сұрақ? Вроде ағылшын тіл мұғалімі бар мектепте, оған ақша бөлінеді, олардың методика кітаптарына ақша бөлінеді. Неге бірақ сол деңгейге жетпейміз деген сұрақ шығады да. Менің ойымша бұл жерде мына ағылшын тілінің ішіндегі IELTS-тің структурасы дұрыс көмектеседі. Мысалы, біз ағылшын тілін олар 4 деңгеймен қарайды ғой, жаңа жазу бар, сөйлеу бар, скиллстар. Сол сияқты біз балаларға бірінші мектепке барған кезде олына біз ручка береміз да, оның, яғни қалам береміз да, оны бірден жазғызып жібереміз ағылшын тілінде. Одан кейін оларды біз оқытып жібереміз. Кейін барып оларды сөйлетеміз, кейін барып тыңдатамыз. Егер адамның өзінің анатомиясын туылғаннан бастап қарайтын болсақ, бала бірінші тыңдай бастайды ғой. Жүрген кезде бесікте тізерлеп жүрген кезде ол бірінші тыңдайды. Атына қарай болса, яғни бірінші listening, тыңдау кетеді. Ары қарай ол өзі бір нәрселерді сөйлей бастайды. Тодлер мысалы, енді жүрген бала, ол сөйлеп бастайды. Яғни бірінші тыңдау, одан оларды сөйлеу кетеді, одан кейін барып біз мектепке алып барып, оған жазуды үйретеміз. Writing келеді. Кейін барып ол оқиды да. Бізде керісінше кетіп қалған деп ойлаймын бірден. Может, сол методика дұрыс емес па? Әрине, одан бөлек біздің географиялық өзіміздің орналасқан жерімізді әсер етеді. Біздің ортада тек қана ағылшын тілді адамдар орыс тілін білмейді даже. Неге? Өйткені орысша ортада өспеген. Бірақ байқасаңыз, бізде көбісі орысшаны былай айтады: мен сөйлей алмаймын, бірақ түсінемін дейді. Неге? Өйткені бізде информацияның барлығы орыс тілінде. Яғни бізде оқи алу мен тыңдай алу дамыған. Жаңа орыс тіліне келген кезде. Бірақ сөйлей алу жоқ деген сияқты. Тура сол сияқты бізде байқасаңыз, ағылшыншада біз оқып түсіне аламыз да, бірақ оны біреу дыбыспен айтса түсінбей қаламыз. Өйткені құлақ дамымаған ол деген сияқты. Сондықтан осы жерде бір баланс болу керек. Жақсы, иә. Сонда подкаст тыңдау деген дүниелер қаншалықты әсер етті сізге? Подкаст, мен мысалға Америкада жұмыс жасағанда, қара жұмыс істедім ғой, сол кезде біз пиццерияда бір точкадан бір точкаға барып, примерно бір 10 минут уақыт алады. Сол 10 минутты мысалы әдемі уағыз тыңдауға болады, немесе әдемі қазақша ойнада күл өлең тыңдауға болады. Бірақ сол миды қинап, мен сол подкаст ағылшынша тыңдайтынмын. Жаңа American Voice деген сияқты нәрселердің бәрін тыңдап, яғни өзің жақсы көретін жаңа тартып деген сияқты. Солай мысалға тіпті маған осы Американың президент Трамптың бүкіл спичтарының бәрі әсер етті. Потому что ол таза ағылшын,
тілі түсінікті деген сияқты. И солар былай айтқанда подкаст міндетті түрде керек. Және ол бір қызығы жаңағы орынды қойдыңыз сұрақты. Жалпы подкаст қаншалықты тиімді деген ол тіпті қазақ тілінде тыңдаудың өзі керек. Өйткені сіз күнделікті сөздік қордың өзі, мысалға біз қазақ тілінде бір жылда мысалға 500 сөз ғана қолданып тұрсақ ауызекі, подкаст арқылы біз белгілі бір деңгейі бар адамдардың сөздік қорларын қосамыз өзіміз деген сияқты. Мысалы маған абай жолындағы бұғақ деген сөз ұнады. Сөйтсе ол екінші ек деген мағына берді. Біз оны мүлдем қолданбаймыз деген сияқты да. Иә. Сөз қор дамытуға подкасттың тигізетін көмегі өте бір керемет, иә. Былай келген кезде жақсы. Одан кейін өзіңіз енді мысалы 4 скилл деп кеттіңіз, осы 4 скиллдың қайсынан қатты қиналдыңыз? Мен жазудан қиналдым қаттыға. Оның бір белгілі себептері бар. Себебі біз қазақтар жалпы жазуға жоқпыз халық ретінде. Біз байқасаңыз, біз мына шетелде оқыған кезде, мына Манчестерде оқығанда именно бізде осы ағылшын тіліне дайындық болды. Болашақта 3 ай уақыт беретін. Сол кезде арабтар, қытайлар, жапондықтар жазуға жақсы. Өйткені олар өзі менталитеті тұйық, интроверт қалып. Біз аузымыз жабылмайды, сөйлей береміз. Яғни біз практика бізде жақсы болды да, біздің спикинг жоғары кетеді. Және шетелде көп жүргеніміз, ашықтығымыз жалпы біздің қазақтар, камера айтайын, біз негізі ашық қалыппыз. Қысылмау керек та бізде. И және біздің алфавиттің бәрі жаңа өзіңіз айтқанда мүмкіндікті береді. Анық сөйлеуге деген сияқты. Сондықтан менде сол жазу жағынан қиын болды. И жаңа листенингнан кішкене болды деп ойлаймын тоже. А так, солар ғана. Жазу жағынан болды, иә? Ең азы менде IELTS-тың ішінде сол жазу болды. Жазу, иә. Өйткені 4 рет IELTS тапсырдым, соның бәрінде маған өзім гуманитар маманды болғаннан маған 6,5 қажет болды кемінде жазу жағынан. Әрбір секциясының өзінің талабы бар ғой. Сол жағынан мен қиналған болдым. Жазу жағынан қатты қиналдыңыз, иә? Жақсы. Сөйлеуге бір қандай методиканы ұсынатыныңыз? Жалпы сөйлеуде мысалы әркім әртүрлі. Мысалы біреулер шадоуинг әдісін қолданады, иә? Мысалы шетелдіктердің артын соңынан қайталау арқылы, біреулер мысалы дауыстап оқу. Мысалы мен өзіме дауыстап оқу өте жақсы ұнаған. Сол сияқты өзіңізге бір сөйлеуді қалыптастыру кезінде бір әсер еткен дүние, яғни ағылшын тілінде спикинг дамытуға әсер еткен дүние. Менің ойымша ол біріншіден өлеңдер, адамдардың жақсы көретін өлеңдері. Мысалы Эминемнің рэптерінің бәрін жаттағанбыз. Және соны Америкада жұмыстаған охранада тұрасың, уақыт өту керек, наушник тағып аласың. Өйткені наушник тақпасаң өзің даусына өзің ұялуың мүмкін кейде. Поэтому наушникті бақыртып қойған кезде сен даусың өзіңдікі жай шығып жатқан сияқты болады. И сол тілді сындыру ғой. Тіпті мынандай методтар болатын. Ауызға құртты салып алып немесе конфет салып солай сөйлейтін кездер болады. Өйткені сен тіліңді жаттықтырады деген сияқты ғой. Ол бар. Сосын жаңа әзілдерді көреміз. Неше түрлі стендап ағылшын тілінде. Солардың комиктарын жақсылап айта алу тоже күшті ғой. Немесе мен ағылшын тіл мұғалімі былай айтатын, енді ол қалай болады екен қазір 18+, ол маған айтатын. Ағылшын тіл либо через постель жақсы үйренесің деп айтады. Басқа ұлтпен сөйлесу арқылы деген сияқты. Жақсы, иә. Анау жақында бір танысым айтады, енді кәдімгі бизнеске байланысты көптеген дүние жасап жүрген жігіт. Бір орысша білмейтін көмекшісіне сайт знакомствоға кіресің деген ғой. Сөйткенде сол жерде бір орыстармен танысасың деген, араласасың деген. Адам қажеттілікті қолдан жасау деген нәрсе ғой негізі. Сол үшін тіл үйрену кезінде қажеттілікті қолдан жасау, яғни сіз өзіңіз қызығатын футбол болса немесе бір тақырыпқа байланысты көп іздену, ол адамға бір нәтиже алып келетін дүние болады, иә. Сосын әреке сізде мынандай да момент болды деп ойлаймын. Біздің кезімізде неше түрлі сет болған жоқ, бірақ скайп деген болды, білесіз ба? Скайпта біз Индияның, Бангладештің, жан-жақтың адамдарымен біз сөйтіп сөйлесетінбіз, печатить етіп, аудиомен звондап сөйлесіп солай бір дамытатын кездер болатын кейде. Керемет. LiveMocha деген сайт болды. Скайптың заманы ғой. Сөйтіп LiveMochaдан мен америкалықтармен дос болатын көп енді жан-жақтың бәрімен. Негізі қазіргі таңның өзінде де ағылшын тілді мысалы чат рулетканың өзіне кіріп алсаң, өз жерде мысалы премиум алсаң, бір елдер таңдауға болады. Американ, Англиян деген сияқты таңдап алсаң, сол жердің адамы ғана шығады. Өйткені ол чат рулеткада бір тоқтайтын момент, яғни адамды ол жерде небір адам түрлері отырады. Енді алдын ала ескертіп қояйық. Сол үшін сақ болыңыздар. Бастысы бағанағы Америка өзіңіз таңдаған елдерді күшті ағылшын тілді елдер таңдасаңыз, сол кезде бір мықты бір партнерларды көруге болады. Менде бір қызық жағдай болған. Сөйтіп Түркияға бір түркше үйреніп жүрген кезім, LiveMocha арқылы бір түрік қызбен танысып, сонымен Стамбулға барған кезде сол қызды көргенмін ғой. Ойлайсың, андай бағанағы интернеттің мақсаты негізі адамдарды байланыстыру, тура мағынасында адамдарды байланыстырып, менің өзім байланыстырып, сөйтіп Түркияда көріп, кәдімгідей андай бір қызық болған. Өзіме бір әсер еткен дүние да. Ол мен ағылшынша сөйлесіп жүрдік, ағылшынша дамытып, бір жақ түркше дамытып деген сияқты. Сөйтіп манағы ол да бір реаль нәрсе да. Өмірде яғни сен интернеттегі дос болған адамың өмірде ары қарай ол бір мысалы бизнес партнер болуы мүмкін деген сияқты бір мүмкіндіктер бар. Жақсы, керемет. Одан кейін сіз нешта жұмыс жасадыңыз, иә? Назарбаев зияткерлік мектебінде жұмыс жасау үшін ағылшын тілі керек. Сол жерде жасадыңыз. Жалпы нешта оқитын балалар мен нешта оқымайтын балалардың айырмашылығы өзіңіздің ойыңызша қалай? Қандай моменттерде? Біріншіден бізде Назарбаев зияткерлік мектебі балаларды отбор жасайды ғой. Яғни қаймағын алып алады бүкіл жерден. Олар
сол жерге 7-ші сыныптан бастап түсетін кезде уже ағылшын тілдері жақсы болу керек деген сияқты. И оны ары қарай алып кете алу оларда өте оңай болады деп ойлаймын. Себебі мысалға 100% сабақ болса оның 40-50% ағылшын тілінде болады. Поэтому олар қазақшадан жақсы біледі ағылшын тілін. Және ол жаңағы айлтстарды экзамендерді тапсырған кезде өте жоғары балл алатын. Негізі бір ағылшын тілін білу ол былай бір жағынан керемет әрине білген, бірақ ол қатты қиын нәрсе емес негізінде. Былай ол мүмкін нәрсе деген ғой. Мен айтатын сөзім бар да, өлген адам ғана шанс жоқ, өлген адамда ғана. Қалған бәрінде шанс бар. Поэтому тіпті Америкаға барған кезде 50-60-тағы Өзбекстанның өзбектері болатын, водительдер. Солар үйренетін, яғни ешқандай жаңа өзіңіз керемет мысал келтірдіңіз. Біздің араб болды бастығымыз пиццерияда. Ол өзі жаза алмайтын, тек голосовой жіберетін бізге. Where are you дейді, болды, короче. Сөйтіп голосовой түсінбеймін не үшін. Сөйтсе олар әріпті оқымаған екен да. Сондықтан үйренетін адамға нуждаға байланысты ғой, қажеттілікке байланысты үйреніп кетеді барлығы. Маған ағылшын тілінде қиналып жүрген кезімде бір әкем айтқан сөзі бар да. Ойлашы дейді, мысалы АПЛ-ге баратын футболистердің көбісі дейді, жан-жақтан барады ғой дейді. Енді спортпен айналысатын адамдардың бір IQ қатты жоғары деп ойламаймын дейді. Сол үшін олар үйренгенде сен үйрене аласың дейді. Ойланып қарасаң, ана адамның ішінде бір күшті мотивация болады да. Яғни мысалы кейде ол бір өзіңді өзге біреумен салыстыру арқылы да өзіңе бір алға қарай жылжуға бір мотивация алуға болады. Сөйтіп менің өзіме сондай айтатын, ей сен балам дейді, ана спортсмендер жеткенге сен жетесің ғой, білім саласында жүрген адамсың ғой деп. Өйткені менің де қызық болған, менің өзім 11 сынып бітірген кезде ағылшын тілі 0 болған да. Және мен сол бір дүниенің яғни ағылшын тілі керек екенін сезіп отырмын. Не істейсің бағанағы өзің сол қажеттілікке тудыру үшін мен барып езуға түстім да. Біліп отырмын ағылшынша жетпейтін, бірақ соған түстім, өзіме бір дискомфорт жасадым. Сол дискомфорттың арқасында кейін азық болды да ол дүние. Сол үшін сізге мүмкін қазір қиын болуы мүмкін ағылшын тілін үйрену, бірақ сіз өзіңізге мысалы қиын болса да қазір жасасаңыз, не дейді, айтады ғой, шаруалар оңайласпайды дейді, жеңілдемейді дейді. Сіз мықты бола бастайсыз ғой дейді да. Сол кезде ғана біреулер мысалы мықты адамдарға айтып жатса айтады ғой, оңай ғой дейді. Оған оңай болу себебі ол оған дайындалған да. Сондықтан да дайындық, ана ағылшында да сөз бар, practice makes perfect дейді. Яғни сол үшін практика адамды бір келесі деңгейге өтуіне өте жақсы көмектесетін болады. Тағы бір нәрсе бар екен, мынандай. Как раз сіздер балалар оқытасыздар ғой. Бізде көптеген ата-аналар көруі мүмкін деген сияқты да. Бізде әйелімізбен мынандай бір кейде бір беседа болады, да? Аргумент өртетеміз жан-жақтан. Сол кезде былай деймін. Мен ағылшын тілін 3-ші курстан бастап үйрендім деймін. Яғни өмірді қиындатудың қажеті жоқ. Біздің баламыз өсіп келеді, давай қарапайым мектепке берейік деймін. Үйренбесе универде барып үйреніп алады, проблема жоқ деймін. Біз үйрендім ғой, мен пример ретінде деймін. И ол маған былай айтады, Қайрат, дұрыс емес ол дейді. Сен қара дейді, сен сол 3-ші курста үйренген арқасында сен қанша энергияңды құрттың дейді. Сен сол уақытта общежитиеда сабақ оқымай, сен өзіңнің жастық шағыңды далада қыдырып футбол ойнауыңа, например, дейді. Сен хоббимен айналысуға болатын дейді. Сол мектепте сенімен қатар жас балалар, мектепте оқыған адамдар сондай өзінің қызық өмірлерін көрді дейді да, яғни немесе ары қарай дамытты, басқа тілді оқыды, французский ма деген сияқты. Сондықтан біз балаға жастайынан беру керекпіз ағылшын тілін, чтобы ол ертең 3-ші курсында ол стрессовать етіп жүрмеу үшін дейді. Сондықтан ол ертең өз үйреніп алады. Мысалы әкелеріміз жаңа әке деп айтып қалған айтатын да, біз кезінде былай істегенбіз, өзі істеп алады істейтін деген нәрсе ол қазір заманға қиындау. Яғни біз мүмкіндік бар болса, егер біздің кезімізде біздің әкелерімізге де мүмкіндік берсе, ол соны алар еді ол мүмкіндікті, сол мектепте болсын, басқа. Сондықтан қазірден ата-аналар соны көріп отырса, мүмкіндігіңіз бар ма, балаларыңызға қазірден үйрету керек, чтобы оған стресс болмайтындай үлкейген кезде деген сияқты. Дәл өзі және де ол бала кезінде ода артық проблема болмайды. А студент кезде сенің қызбен сөйлесуің бар, жатақханада балдармен конфликт болады разный, өзіңнің бөлек сабағың бар, жаңа тарихты оқытып деген. А мектеп кезінде ол кішкене ода обязательстволар жоқ та басқа. Ағылшын тілін наоборот ол налегке үйренуі мүмкін. Жақсы. Яғни А нүкте Б нүкте деген нәрсе ғой. Мысалы деген біздің Б нүктеміз біздің балаларымыз үшін олардың А нүктесі болуы мүмкін. Ол дегеніміз не? Мысалы біз қазіргі таңда мысалы сонша оқып, үйреніп ағылшын тілінде осы деңгейге жеттік, және оны бір үлкен жетістік деп білеміз. Бірақ біз балаларымызға сондай бір жағдай жасап қоятын болсақ, олар оны бана үйреніп жүрмін демей-ақ үйреніп кетуі мүмкін да. Мына баяғыда Ғайза Жұбанова мен Ахмет Жұбанов екеуі бір сөзге келіпті. Бір нәрсе таласқан ғой бағана, сіздің әйеліңізбен таласты. Сөйтіп Ғайза Жұбанова дұрыс болып шықты. Сөйтіп Ахмет Жұбанов айтты, қызым ай деп айтады дейді да. Менің әкем қойшы болды деп айтады дейді. Сенің әкең академик қой деп айтады дейді да. Сен жеңбегенде кім жеңеді деп та. Яғни адамның баласына қоятын бағана жасайтын жағдайы оған келесі деңгейге өтуіне өте жақсы ықпал етеді да. Бір күні жағдайы жоқтау кісі әкесін сұраған, әке деген ғой, неге жағдайы барлар көптеген жағдайға жетеді деген ғой. Балам депті, сіз қазір сен депті 8-ші этажға бардыңыз, мен 1-ші этажда тұрамын депті. Сөйтіп 12-ші этажға дейін кім бірінші барады депті. 8-ші этаждағы мен бірінші барамын ғой деген ғой. Сол сияқты нәрсе ғой деген ғой. Олардың старты өзге біреулердің план, мақсат қойып жүрген дүниесі болып тұр депті. Сол үшін кімнің А нүктесі, кімнің Б нүктесі деген дүние. Сондықтан да құрметті ата-аналар,
қазіргі таңда балаңызға вложение салатын уақыт, балаңызға ағылшын тілін үйрететін уақыт. Өйткені қазір бағана байқайсыз ба, мысалы қаруландыру деген дүние, мысалы біліммен қаруландыру деген дүние бар да. Яғни адамды біліммен қаруландыратын болса, біліммен қамтитын болсаңыз балаңызды, ол ертең үлкен мүмкіндік болып келеді. Менде таныстар бар, мықты айтишниктер, ағылшын тілін білмейді. Ағылшын тілін білмегені үшін ол өзінен IT жағынан төмен білетін адамнан аз жалақы алады да. Ойланып қарасаң нешесін ғой, бірақ ол жерде не ағылшын тілін шешіп жатыр. Сол үшін кім ағылшын тілін біледі, одан мүмкіндіктер өте көп болады. Мысалы өзіңіздің өміріңізде ағылшын тілі қалай әсер етті, жалпы былай бір мына моментте деген сияқты қандай моменттерде? Мысалы пример айтайын, жаңа сіз айтишниктардың жаңа ағылшын білмесе төмен алады дегенде болады. Тура біздің Назарбаев мектебінде 6,5 IELTS-тан төмен алсаңыз, сізге надбавка қосылмайды. 6,5-нан жоғары болса 10% жалақыға қосылады. Мысалға 125 мың айлық болса, үстіне 12,5 мың қосылып беріледі. Ол 12,5 мың не важно, сен 300 сотрудниктің арасында сен солай алатыныңды өзің сезінгеннің өзі мотивация ғой. Ерекше ол бірінші сіздегі артықшылық. Тағы екінші артықшылық. Екінші, ол сенің жаңа қару демекші, мысалы сенің қолыңда инструмент қой, ол артық саған тағы бір инструмент болады да. Мысалы шетелге қыдырып барсаң да, достарымен, партнерлармен сен уже бір артық бір шаг алда екенін білдіреді. Ол ағылшын тілінде Құдай сенің миыңа былай флешка сияқты салып қойған жоқ, ол саған еңбекпен келгенін көрсетеді да. Яғни сен ағылшын тілін оқу арқылы сен сондай бір мықты кезінде сондай бір этаптардан өткеніңнің бір дәлелі деген сияқты. Мысалға кез келген адамдар көшеде көріп қаласың, Алматының ішінде туристер болады, сен любоймен сөйлесе аласың да, мүмкіндік береді. Немесе уже деңгей ғой. Ағылшын тілін ол білу кәдімгі деңгей былай айтқанда. Оны пайдаланып білсең ары қарай тем более деген сияқты. Ағылшын тілін білу тағы бір менің бір түсінігімде бір комьюнитидің мүшесі етеді, байқайсыз ба? Бір көзге көрінбейтін бір комьюнити бар, ағылшын тілін білетіндер деген да. Яғни орта бар да, ағылшын тілін білетіндер деген. Олардың әңгімесі бөлек болады, ортада байқасаңыз. Бір сол ортаға сен мүше ретінде кіруің сол ағылшын тілінің арқасында да. Тағы бір дәлел бар. Бізде кеше консультацияға адамдар келеді ғой. Сол кезде бір қазақ қыз келді, күйеуі Бред англичан, американец. Кеп бізге осылай бір кісі келіп тұр, консультацияға ағылшын беру керек дейді. Келсін, давай дедім. И мен біліп тұрмын, что мен ол біліп келген, мен білетін. И ағылшынша отбасы банктың условиясын түсіндіріп бердім да толықтай. И сол кісі бізден үй алды. Осы жақында отзывын түсірдік. Сонда ол айтады, менің күйеуім дейді, американец, сізге қатты сенді дейді, күшті түсіндірді деп дейді. Мен әзілдеп күлемін да. Ол біздің рынокта ағылшынша ипотеканы түсіндіретін жоқ ау басқа дейді. Сол үшін ол кішкене мен жақтан несправедливо болған шығар мүмкін дейді. Если біреу ағылшын тілін білгенде басқа эксперттер, может менен күшті түсіндірер еді. Яғни кез келген жерде ол любой тілдің өзінің артықшылығын береді солай адамға. Кеше мысалы олимпиада чемпионы болған Елдос Сметовтің өзі, көрдіңіз бе, ағылшын тілін білмегені туралы көптеген видеолар шықты, өзі айтады да. Бір өкіндім дейді да, кәдімгідей осы бір тілді үйреніп аламын деп. Бір қызығы біз осы қазан айында Елдос Сметовпен Сана форумда көрдім. Сол кезде айттым, мен Англияға барып ағылшын тілін үйренемін деді. Қаңтарда деп айтты. И қаңтарда Инстаграм қарап отырсам, шынымен Англияға кетті, ағылшын тілін үйреніп алды. Яғни чемпион мен чемпион емес адамның арасын ажыратып тұрған дүние, ол соның алдына қойған мақсатына жете алуында және соны орындай алуында болып тұр да. Қызық маған да әсер еткен дүние. Тағы бір момент бұл жерде, как раз шетелге камераға қарап айтайын, жалпы шетелге барып ағылшын тілін үйрену деген нәрсе ол кейде нонсенс, ол еш нәрсені білдірмейді. Бізде Брайтон Бич, мысалы Америкаға, Нью-Йоркқа барған кезде орыстар тұратын район бар, немесе қытайлар тұратын Чайнатаун бар. Грамм ағылшын тілін білмейді. Яғни оған нужда жоқ. Сондай ортада жүре берді, осындай комфортный, дамымайды. Нәтижесінде сол Америкада төмен зарплата алды орыстарға жұмыс істеп орыстар. Кім сол горизонттан шығып ары қарай кетті, олар уже машина мінді, рахаттанып өмір сүре алды. Айтқым келгені, ағылшын тілін тек шетелге барып үйрену керек, болмаса мүмкін емес деген ол өтірік нәрсе. Поэтому ағылшын тілін менен бәрімізден жақсы білетін адамдар бар, мүлдем Қазақстаннан шықпай-ақ. Поэтому қазір интернет дамыған заман, жалпы шетелде ағылшын тілін біледі деген олар просто нейтив, яғни туылды сол тілмен. Бірақ ол лингвист емес деген сияқты. Мысалы бір практиканы айтайын, бізде Манчестерда оқығанда бізге полячка бір қыз берді сабақты ағылшын тілінен. Соған біздің арабтар, мына Саудидан келгендер кішкене не болды да, ақша көп қойған. Требовать ете бастады жаңа Манчестердан. Неге бізге британецтер бермейді деген сұрақ. Сонда жаңа директор британец болды да, былай түсіндірді соны. Бізде ағылшын тілін туылған адамды әкеліп бере аламын деді. Бірақ ол саған to be-дің не үшін олай қолданатынын түсіндіріп бере алмайды деді, грамматикалық тұрғыдан. Бұл полячка өзінің еңбегімен көтерілген, ол детально бәрін түсіндіріп бере алады деді. Оның саған акцентпен сөйлеу ол еш нәрсені білдірмейді ғой деп келтірді да. Мен саған қазір шотландты қойып бере аламын, сен вообще тілін түсінбей қаласың деді. Яғни айтқым келгені, сен шетелге барып қана үйренемін деген ол өтірік сөз деп айтамын. Дәл өзі. Көбіне адамдар осы бір дүниеге ілім қалады да, бағана нейтив спикер беремейді, өзінің деңгейі нөл. Сол айтамын да, тоқташы, саған нейтив спикер болып жатқан, мысалы қазақ тіліне сен деймін да, қанкеннің қолданылу жерін деген нәрсені білмейсің ғой деймін да.
немесе көсемшені білмейсің ғой қалай қолданып жатқан, көсемшесі не деп отырасың. Бізде бір қызық не болды, мысалы деген бір лингвистиканы оқымаған, бірақ бізде мұғалім болғысы келген бір америкалық келді да. Сөйтіп мен оған бір моменттерді сөйлеп жатсам, неге сендер мысалы past simple, past perfect бөліп тастағансыңдар дейді да. Көке дедім, сен мына жағдайды қалай түсіндіретін едің десем, өзі бірақ грамматикасын дұрыс айтып тұр да. Не үшін қолданылатынын сен білмей тұрсың ғой, өйткені сенің туған тілің болғаннан кейін ол туралы ойланбағансың деймін да. Сол үшін екінші шет тіл ретінде деген сияқты анау two foreign languages деген нелерде екінші шет тіл ретінде үйрену үшін, мысалы TESOL дегеннің өзі, teaching English as a second language дейді ғой, екінші шет тіл ретінде үйренудің түрі болғандықтан ол ұқыр шұқырын білесің да. Мына жерде қателесуі мүмкін. Ал ол сол тілдің өзінің native speaker ол нәрсені түсінбеуі мүмкін. Сондықтан да енді тіл бастаған адамдар болатын болса, бірден native speakerмен бастап кету маңызды емес. Кәдімгі өзінің local teachers дейді ғой, яғни жергілікті мұғалімдермен бассаңыз, және дұрыс методиканы көрсете алатын адаммен бассаңыз, сізге сол пайдалырақ болады. Өйткені ол fluency-ге жету жолында ғана көмек болуы мүмкін, бірақ бастапқы моменттерде бір қатты көмектеседі дегенге қатты келісу қиын. Маркетинг қой. Бізде native speaker бар. Сіздің балаңызды бізден сосын бізде қара нәсілділерге құмармыз ғой. Бізден қара нәсіл. Біз өзімізді алдандық оған. Мына Казгуда оқыған кезде сол қараларға барамыз, олар сөйтсе, олар американист емес, таза Африка, Кения, Найроби жақтардан келгендер. Енді ешкімді кемсіту емес, просто айтқым келген, сен өзің шынымен уровенің даниетті дұрыс білмейсің, а еще сондай нейтивқа барғың келеді деген сияқты ғой. Менің де нем қатты бір бағанағы болады, өзіміз осы тіл саласында жүргеннен кейін кейде сол бағанағы Америкаға басқаға қатысы жоқ, өзінің ағылшын тілді оның да екінші тіл ретінде үйренген адам, бірақ жарнамаға шығып адамдар соған ілім қалып жатқан көрген кезде мен ішім ашиды да, ойпырмай, оны мен де істей аламын деймін да, бірақ ондай істеу менің нем емес, маған тән емес деймін да. Әйтпесе мысалы күніне 2-3 адам жұмыс сұрап жазады, несін бәрін қарасам, мысалы нигериялық басқа, Марғұлан Сейсенбайдың өзі айтады ғой, ағылшын тілін қолға нені байлап алып жаттадым дейді ғой. Сөйтіп жеттім деп ойладым дейді, бір шетелдіктермен таза бір американецтермен кездескен кезде Марғұлан деп айтады дейді, сенің нигерийский акцент қайдан жүр деп айтады дейді. Сөйтсе ол кісі анау церковьтегі нелерден үйренген ғой, нигериян адамдардан. Сол үшін ол кісі бір африканский акцент қатты ұрып тұрған ғой. Сол бір дүниені. Енді мысалы бір қызық дүние бар, Қайреке, біздің ағылшын тілін үйренген заманымыз бен қазіргі ағылшын тілін үйренушілердің заманы екі бөлек. Мысалы бір жасымыз біз 100-ге қойған жоқ қой, бірақ сонда да екі бөлек. Өйткені біздің кезімізде мысалы бір аудионы тыңдау үшін кәдімгі еңбек болатын. Өйткені қазіргідей мысалы Listen in English деген сияқты сайттарға кіріп кетіп тыңдай алмайсың. Өзі ондай дүние жоқ еді ғой. Кәдімгі дисктерден тыңдау, немесе енді ютубқа ол кездері көп материал жоқ еді. Енді қазір ойланып қарасаңыз, қандай материал іздесең де шығып жатады алдыңыздан. Енді мысалы сіз форманы сақтап отыру үшін ағылшын тілінде қандай дүниелер оқисыз, немесе қандай бір жаңалықтар қарайсыз деген сияқты өзіңіздің кәдімгі форманы ұстап отыру үшін не істейсіз? Бұл ағылшын тілі негізі действительно бұрын менде бір апайым болды, негізі атын айтайын, Шахизада деген татарка болды да. Ол да маған әрбір ұстаздың бір белгілі беретін бір сигналы болады сізге. Мысалы одан 100 сабақ оқисыз, оның бір сабағына пайдалануы мүмкін деген сияқты да. Ол кісі маған өлеңмен жаттауды айтты. Саған өлең ұнай ма? Давай соны жатта, короче. Әртүрлі нелермен сәйкестендіріп отыр. Қазіргі кезде менде көптеген сайттар бар. Мен өзім подписан, BBC News бар, мысалы Photography, National Geographic дегендерді жазылып қойған, маған ұнайды. Өзім соларды оқығанша. Ол сенің үстіртін жалпақ тілде түсінуімді содержать етіп тұрады. Мысалы бұрын IELTS оқыған кезде мен более андай материалдарды оқитын, научный оқу керексің. Ол кезде сдержанный болып жүресің бірден. Қазір расслабление былай айтқан кезде. Сосын звездалардың өмірлері, соларды оқимын. Сосын музыкаларға міндетті түрде тыңдаймын. И сосын подкасттарды тыңдаймын ағылшынша. Әлі күнге дейін маған ұнайды ол. Күлкілі комедиялары бар, тыңдайтын бірден. И солармен, и сосын жиі шетелге шығып тұрамын қазіргі кезде. Сосын Алматыда көп қой. Шетелдіктер, ағылшындар деген сияқты. Сосын Инстаграм қазір жақсы дамыған, ешқандай горизонт жоқ, любой саған келе береді, видеолардың барлығы. Мен барлығын сол ағылшынша көремін. И қазір акциялар мен прогноздарды оқимын ғой көбіне. Бізде орыстар, қазақтар шетелден көшіреді ғой бәрібір де. Маған бірінші ресурстан алған ұнайды да. Сосын жаңа Трампты айтып қалдым, сол сияқты бүкіл дискуссияларды Канаданың, британецтердің, Американың, Макронның бүкіл кездесулерін бәрін политик болу үшін емес, именно солардың сөйлегендерін тыңдау мақсатында ғана оқимын. Сөйтіп содержать етіп тұрамын деп айта аламын. Дұрыс, формада тұру үшін адам не істейді? Кәдімгі күнделікті бір уақытын арнап тұрмаса, одан кейін тілді толық үйреніп алдым дегенде мүмкін емес. Көбіне бағанағы адамдар ойлайды. Негізі мен ойлаймын, екеуінің қаншалықты байланысы бар екенін білмеймін, бірақ менде бір қызық дүние бар. Виктор Франкл деген кісі логотерапияға байланысты ғой. Мысалы сол кісі айтады да, біз лагерьге түскен кезде, концлагерьге түскен кезде мындай бір қызық дүние болды дейді. Денсаулығы мықты адамдар соңынан жететін шығар деп ойладық дейді. Бірақ олар ерте өліп қалды дейді да. Виктор Франкл деген еврей болған, өздеріңіз білесіздер, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде болсын, оған дейін басталып кеткен ғой, негізі жалпы еврейлерге деген бір қысым
Сол кезде сол қысымды көрген адам сөйтіп бағанағы концлагерьде жатқан кезінде ойладым дейді. Концлагерьде жатқан кезде мықтылар соңына дейін қала ма десем, жоқ дейді да, олар ерте өліп қалды дейді. Сол кезде мындай бір қысым дейді. Мына бір дүние ешқашан бітпейді дегендер ерте өліп қалды дейді. Және мына бір дүние ертең бітеді дегендер өліп қалды дейді да. А процесстен ләззат алғандар дейді, сол процесске көндіккендер дейді, өмір сүріп кетті дейді да. Сол сияқты тілде де сондай ғой негізі, байқайсыз ба? Мысалы бір мына уақыт аралығында мен толық үйреніп аламын дегендер тастап кетеді. Және мына дүниені ертеңге үйреніп аламын дегендер тастап кетеді. Ал бірақ сол процесспен өмір сүретіндер шынымен үйренеді да. Бір екі бір параллельді бір мен өз көз алдыма елестейді да осы бір дүниелерде. Және мен қарасам Айеке, өзім 2012-ден бастап 11-ден бастап оқыдым. 2011-дің октябрьінен бастап 21-ге дейін ровно 10 жыл оқыған екенмін ағылшын тілін. Енді ағылшын тілін ол кезде күн-түн оқыдым деймін, сол 10 жыл аралықта, бірақ мен миымда тұрды жаңа. Сіз айтқандай, сол процесстен рахат алып, соны оқыдым. 10 жылдан кейін тоқтадым, қай кезде? Болашақты бітіріп, диплом алған кезде барып, фук етіп босадым кішкене. Және де мен ойлаймын, қазір тіл мынандай сияқты. Ол бір велик айдаған сияқты. Мысалға, великті осыдан 10 жыл бұрын айдаған болсаң, қазір айдасаң есіңе түседі де айдай бересің. Тура сол сияқты белгілі бір деңгейде кейбір сөздер ұмытылады әрине, бірақ саған жалпы база қалады сенде. Яғни айтқым келгені, сен қазір тілді үйренсең, саған ертең өмір бақи саған азық болады. Шетелге барған кезде де сен бір контакт жасай алсаң, белгілі бір деңгей, нан сұрай алсаң, жол қайда деген сияқты, сол деңгейдің өзі адамды негізі біраз жерге жетелейді. Былай айтқанда. Сондықтан солай қазірден оқып алып қалу керек. Ол жаңа велосипед сияқты, жүзіп үйрену сияқты нәрсе болады да, саған есіңе түсіп кетеді. 10 жылдан кейін де сен айдап кете бересің деген сияқты ғой. Сол сияқты. Түсінікті. Яғни күнделікті қажеттілік деңгейінде сақтап отыру, иә. Керемет. Ағылшын тілі енді бастаған кісілерге мысалы деген болады ғой. Аға, іні, қарындастарыңыз болсын, жалпы не ұсынар едіңіз жалпы ағылшын тілін енді бастады, неден бастауды ұсынар едіңіз жалпы? Жалпы бұл жерде бізде ағылшын тілін оқитын кезде адамдар былай іздейді, мықты ұстаз іздейді. Әрине ол дұрыс нәрсе, керек нәрсе. Бірақ барлық нәрсені тек ұстазға тіреп тастау немесе белгілі бір курсқа артып тастау жауапкершілікті, ол қате түсінік деп ойлаймын. Өйткені оған бір дәлел, біз Англияда оқығанда IELTS-қа дайындалдық. Сол кезде мен мұғалімдерден былай сұрадым. Мен баламен бардым ғой, семьямен. Мен үйде оқысам бола ма дедім. Өйткені маған топпен группада оқыған ұнамайды дедім. Және мен бұл жерден өзіме керек білімді ала алмаймын дедім. Өйткені мен бір уже орта деңгейде тұрмын. Маған бөлек бөлмеге барып, солай IELTS-қа дайындалған тиімдірек еді дедім. И мені мұғалімім түсінді негізі. Қайрат, мен сені түсінемін, бірақ бізді сендердің государство контролирует деді. Давайте мен сені уақытыңды қысқартып берейін. Шынымен де солай болды. Бұл жерде айтқым келгені не? Біз бір курсты аламыз да, бір мұғалімді аламыз, соны мойнына іліп қоямыз. Ол мұғалім сізді ол операция жасап миыңызға кіргізіп бермейді ғой ол. Яғни бұл жерде мұғалім сізге дұрыс бағдарды береді. Ол дінмен де байланыстырса солай. Сізге дұрыс бағдар береді, сіз ары қарай оны уже практиковать ету керексіз деген сияқты. Және де мынандай нәрсе, жаңа бір мұғалім айтты дегенде, ол бір кішігірім, бір күшікті сияқты да, бір жануар сияқты. Сен оны бір күн тамақ бермесең не болады? Ол аш болады. Екінші тамақ бермесең ол ауырады. Үшінші күн ол өледі. Тура сол сияқты ағылшын тілін бүгін оқып, ертең ұмытып, бір күн көл, бір күн шөл бөлу деген болмайды. Яғни саған мүмкіндік берілді ма, кітап берілді, курс берілді, ресурс берілді ма, сен сол нәрсемен сен практиковать ету керексің. Яғни егер мына заманда мықты ұстаз болып, мықты бір нәрсе болса, мысалы, бүкіл байдың балалары, бүкіл возможности бардың барлығы қари болатын еді, барлығы лингвист болатын еді. Неге олар бола алмайды? Оның бәрінде ақша бар. Оның бәрінде кез келген ұстазды, білімді мұғалім сатып алатын мүмкіндік бар. Ресурс бар. Ресурстың бәрі бар. Сондықтан бұл жерде өзінің талаптануы міндетті түрде ол. Енді Илон Маск жасайын дейді, чип қойып миына. Енді білмедім пока. Бірақ қазір кезде, жаңа сіз айттыңыз, бірінші кезекте мықты ұстаз табу керек. Одан мықты направлениені алу керек та, сол направлениемен біз жұмыс жасау керекпіз. Ол жаңалық емес, мысалы мектепте ағылшын математиканы оқисың, үйге барып тапсырма береді, сен үйде соны оқу керексің. Былай 75-те 25 деп бөлектедім. 75 сен өзің жұмыс жасау керексің. Бірақ сенің мұғалімің любой уақытта сен мына сұрақты түсінбей қалсаң, сұрай алатын мүмкіндігің болса, вот осы жеткілікті деп ойлаймын. Өте керемет болады. Мысалы оқып келе жатсың, маған алфавитті үйретті, сөздерді үйретті, мына былай оқылады, мына причина былай оқылады деген сияқты да. И ары қарай мен уже кітап алдым, кітаппен оқып бастадым, біраз киноларды көрдім, мультфильмдарды көрдім. Тіпті енді үйренген кезде өзімнің көрген Жан-Клод Ван Дам ескі кинолардың бәрі бар ғой. Соларды мен уже орысшасын көріп тастағам, мағынасын біліп тұрсын. Соның ағылшыншасын көре бастадым субтитрмен. Көбірек көрдім. Мультфильмдарды көбірек көрдім. Қайталап қызық болу керек міндетті түрде. И действительно кез келген тіл ең оңай деген нәрсе болмайды, ол еңбектену керек. Главный сізге мықты мұғалім болып сол дұрыс направление бере алса болды. Жақсы, керемет. Егер сіздің мектепте оқитын балаңыз болса, қандай бағыттарды ұсынатын едіңіз қазіргі заман талабы бойынша? Менің ойымша балаларға бүкіл условияны жаратып беру керек. Бірақ оларды біз күштей алмаймыз.
Бізде ата-аналар жалпы менің ойымша, жалпылама айтсам, біз көбіне бұйрық раймен жұмыс жасаймыз да. Яғни ол керек шығар біздің менталитетте. Бірақ та біз іспен дәлелдей алу керекпіз да. Мысалға мен балама былай айтар едім. Сенің анаң да ағылшын тілін біледі, IELTS тапсырған, әкең да біледі. Мен саған сондықтан осы салада ақыл айтуға имею право деген сияқты ше. Яғни мен бірақ математиканы дұрыс оқыған жоқпын, бірақ ол жағынан оқы балам, өзің көр деймін деген сияқты. Міне саған возможностьтарың бар, дальше өзің көресің деген сияқты. Мысалы Трампқа әкесі айтқан сияқты ғой, ол бизнесмен туылды семьяда, әрі қарай оны алып кетті деген сияқты. Сондықтан мен балаларды қатты қинағым келмейді, бағаға байлағым келмейді, бірақ та балалар жалпы налегке үйренгенін қалаймын. Ол налегке үйрену үшін сондай условия жаратқанды қалаймын да. Мысалы өзінің жаңа әдемі айттыңыз, бұрышы болу керек балаға условия жаратылатын, что бала ертең сізге аргумент айта алмайтындай да қарсы бірден. Поэтому менің ойымша ағылшын тілін меңгерген дұрыс деп санайтын. Ағылшын тілі уже міндетті. Одан қосымша тағы бір 2-3 тіл білсе вообще күшті деп ойлаймын. Өйткені Назарбаев мектебінде балалар среднем солай ағылшын тілін и так біледі. Ешкім таңғалдыра алмайсың ағылшын тілімен. И қосымша французский немесе қытай, кореец тілдерін үйренетін. Біз өзіміз де кореец тілін үйрендік деген сияқты. Поэтому сондай мектеп кезінен балаларға дұрыс направление беру керек. Балалардың ойнайтын да уақыты болу керек әрине. И жаңағыдай қосымша үйірмелер міндетті түрде болу керек. Жаңа ағылшын тілінің, қосымша подготовительный. Мен ойлаймын, бала ақылды болса, соңында ол бәрібір сол нәрсеге сізге алғыс айтады. Енді біреулер пример ретінде баланы шаршатпау керек, тағы басқа деген келтіру мүмкін. Но статистиканы қарайтын болсақ, бәрібір оқыған балалар алады. Пример, бізде жұмысқа келетін балалар айтады, біз универ тастап кеттік, Билл Гейтсті тастаған, Цукербергті тастаған дейді. Мен соған пример келтіремін. Сен тек санаулы адамдарды білесің, өмірде универ тастап успешный болған қолмен. Ал бірақ сен айта аласың ба, оқып жетістікке жеткендердің саны өте көп деймін. Сондықтан өзіңді жаңа ол бір ғасырда бір туылатын адамдармен салыстырмау керек, реально көзбен қарау керек кез келген нәрсеге. Поэтому Илон Масктардың өзі ракета ұшырып жатса, оның артында қаншама универді тастамай көзінің майын тамызған профессорлар отыр, универ бітірген деген сияқты. Сондықтан тұрақтылық керек, балаларға іспен көрсетейік любой нәрсені. Айтады ғой, тақуалықты да іспен көрсетейік. Болды, сол ғана. Баяғына Абу Ханифаға деп айтылады ғой. Келіп бір ата-ана айтыпты дейді, мамасы алып келген баласын. Мына балаға бал жеме деп айтты дейді. 40 күннен кейін келші деп айтты. 40 күннен кейін бала бал жемеу керек екенін, өйткені көп жесе зиян екенін түсіндірген. Осыны 40 күн бұрын айтсаң болатын еді ғой деген ғой. Сөйтсе ол кезде өзін бал жейтін деп айтады. Сол сияқты кейде ата-аналар өзі бана істейтін жұмысты балаға істеме деуі мүмкін, немесе өзі істемейтінді істе деуі мүмкін. Яғни ол іспен көрсеткенге жетпейді бәрі дейсіз ғой, жақсы, керемет. Яғни дұрыс пример болу үшін, дұрыс бағанағы үлгі болу үшін адам өзі сондай үлгілі болу керек екен. Жақсы, керемет. Білім туралы біраз әңгіме айттық деп ойлаймын. Енді қазір өзіңіз енді елге бағанағы пайдалы видеоларыңызбен көп танылып жүрсіз ғой. Жалпы қазір кез келген адамға дамыту керек бір дағдылар туралы не айтасыз мысалы деген. Қаржылық сауаттылық болсын жалпы. Өйткені қазір қоғамда өзіңіз білесіз, инфо-цыган көп, басқа көп деген сияқты. Солардың арасында бір не бағытта даму керектігін түсінбей жүрген адам көп. Өзіңіз нақты қазіргі заман тұлғасына беретін ақыл кеңесіңіз. Енді ақыл айту оңай ғой, бірақ та мына нәрсені кеше өзім ойлап қойдым, айтқым келіп. Мына ағылшын тілін оқу не береді деген вопрос болды да әңгіме мида. Біз көбіне бүкіл нәрсені прямой байланыстырамыз да. Ағылшын тілін оқысаң, сен мынандай компанияға тұрасың, мынандай жұмысқа тұрасың, ертең сен алдыңнан шығады деген сияқты. Бірақ мен мына жағын айтқым келеді. Біз қазақтар жаңағыдай прямой байланыстырамыз да, бірақ косвенный жағы бар. Ол сен сол тілді оқу арқылы сен бір нәрсені тұрақты істеуді үйренесің. Бір нәрсеге жауапты болуды, яғни бір оқуды оқысаң, соған жете алуыңды үйретеді. Яғни мен сол ағылшын тілін 10 жыл осылай тұрақты оқу арқылы мен адамның жалпы тұрақты болу керегін түсіндім да. Бір мақсатқа жету үшін жолда тоқтап қалмау керек деген сияқты. Ол сол ағылшын тілі арқылы сіз бүкіл нәрсені алуға болады. Мысалы, Құран жаттауды, арабшаны, тағы басқа мысал деген сияқты. Сол сияқты бізде адамдар тұрақсыз қазір. Фокусты ұстау қиын. Байқасаңыз, мысалы, мен ана болашақпен оқығанда диссертация жазған кезде телефондарды басқа бөлмеге қойып қоятындай дәрежеге жеттік. Өйткені фокусты жинай алу қиын да, шаршап кете береді бірден. Сондықтан қазіргі заманның проблемасы осы деп ойлаймын. Тіпті кішкене балаларға мультик берсеңіз, мысалы, біздің кезімізде көрген Король Левті көрмейді олар. Оларға тез қимылдайтын нәрсе керек. Понимаете? Бізде шынымен де қазір информация тез жылжып жатыр барлығы. Сондықтан біз ойлаймыз, бәрінен везде по чуть-чуть үйреніп қалғымыз келеді да, ол дұрыс емес. Біз өте өзінің бір узкий направлениеде профи болу керекпіз. Мысалға парақшасына кіреміз, кез келген блогерлердің.
мынадан экспертпін, мынадан экспертпін, 10 жерден экспертпін. Ол мүмкін емес бұлай. Егер сіз бір саланың мықты маманы бола алсаңыз, тұрақты сол сферада ұзақ жүре алсаңыз жұмыста. Мысалы, мен сізді бұрыннан универ кезінен сол ағылшын тілінің курстарын оқытатын кезден білемін деген сияқты да. Адам солай бір сфераға дағдылану керек. Және де өзінің бір құндылықтары болу керек адамдардың. Мысалға, ақша жағынан келетін болсақ, қаржылыққа байланысты. Мен адамдарға былай айтамын. Біреулер тозақпен қорқытса, мен оларды ақшаның қарғысы ұрады деп қорқытамын. Сен жұмыс істеп жатырсың, 30 жыл бойы дейміз, әкелеріміз да. Бірақ бір ретте шетелге шықпадың, я үйің жоқ, я бір машинаң жоқ деймін. Неге? Вроде сен денің сау болып, денсаулығыңа рахмет айтып, сен жұмыс істеп жатрсың 30 жыл. Себебі сен ақшаңды, тапқан ақшаны дұрыс жұмсамайсың деймін. Ол көп тап, аз тап, сен әр тапқанның өзінің сұрауы болады деймін да. Яғни сенен ақша кетіп қалады ары қарай. Сен соған өзің жауапты бол. Яғни бізде ақша жинауда азиатский метод деген нәрсе бар, мен жиі айтамын. Жалпы американецтер болашақтағы ақшасын қазір пайдаланып тастайды. Мысалға, рассрочка деген сол. Take now, pay later дейді. Мысалға да, сен қазір ал, потом төле деген сияқты. Ал азиатский метод ол қара күнге жинау деп айтылады. Яғни қара күн черный день болады деп ойлайды. Яғни соғыс болып қалады, тағы басқа. Біз яғни наоборот болашаққа жинаймыз. А біз қазақтар сол жаңа европейский жағына кетіп қалғанымызда, біз өзіміздің азиатский метод дұрыс болу керек. Мысалы, еттің сүрленуі, оны сақтап қоюның бәрі сол түпкі миссиясы сол. Яғни сіз ертең ашаршылық кезде мына ет сүрленген ет ұзақ сақталады, керек болады бізге. Ертең аш болған кезде. Тура сол, бізде ол нәрсе жоқ қой қазір. Бізде наоборот, бәрі кредит, рассрочка, сен уже алдыға жылжи алмайсың. Сондықтан да айтқым келген, біз солай азиатский методпен ақша жинай білу керекпіз. Және ақша жинай алу, оны экономдай алу, ол ешқандай жмоттық, еврейлік метод деп саналмайды. Ол ұят нәрсе емес ақша жинау. Бай болу ұят нәрсе емес. Адамның тәні сау болу, тәні әдемі киім кию, тамақтану, шетелге қыдыру, ол жанның тұрақты болуына әсер етеді. Яғни Алдар Көсенің ертегісінде байларды қанау дейді ғой. Мысалы, ол совет үкіметінен келген сондай түсінік. Яғни сондықтан біз ұрпағымыз бай болу керек. Яғни адамның бай болса материалды, оның сөзі жүреді, өзі жүреді, ісі жүреді деген нәрсе бар. Жалпы сол. Жақсы. Яғни қаржылық сауаттылық болу керек дейсіз ғой кез келген адамда. Иә, міндетті түрде. Өйткені сіздің отбасыңызды сақтау, туыстарыңа, жақындарыңа көмектесу, қаржылай деген барлығы ол бір жағынан сауапты іс. Бір жағынан өте жауапкершілік. Өте солай болу керек негізі адам бірден. Так біздің айтарым қазақтарға жылы сөйлей білу керек. Тек адамдардың жақсы жағын көре білу керек. Біз мынандай жаннатта өмір сүріп жатқан жоқпыз. Барлығы бізге идеальный болу мүмкін емес. Сондықтан мен өзінің шығарған деп айтпай ақ қояйын, бірақ интернеттен қарасам жоқ екен. Өзінің философиям бар менің ішінде. Адамдар айтады, біз кайдзен, тағы басқа дейді, индийский философия, Китай, Конфуций дейді. Бізде философия жоқ сияқты көрінеді. Бірақ Шәкәрім, Абайлардікі бар, оны енді бізде лингвисттер әлі көрсете алмай жатыр, философтар. Бірақ мен айтқым келген, біз сыйысып өмір сүру философиясы деп айтамын мен. Мысалы, кез келген жерде, мысалы, біреумен араласа кетуім, біреуден нан сұрай алу, маған просто танымайтын адамның көмектесуі, аэропортта перевес болып тұрған өткізіп жіберуінің барлығы адаммен дұрыс контакт жасай алудың арқасы деп ойлаймын. Яғни оны мен сыйысып өмір сүру философиясы деймін. Біз бәріміз сыйысу керекпіз да бір-бірімізге. Өйткені кейде сен өзіңнің ата-анаң ұнамауы мүмкін, әйеліңе ұнамауы мүмкін, немесе саған әріптесің ұнамауы мүмкін, бірақ оның сіздің жақсы жағын көре білу керексің да. Вот ең үлкен нәрсе шайтанға қарсы жұмыс жасау осы. Яғни сен соның жақсы жағын көре білу керексің. Сонымен жұмыс жасау керексің деген сияқты. Кеше ғана соны инстаграмда салдым. Бізде 5 водитель болды Америкада мен жұмыс істеген кезде да. Енді қатысы бар ма жоқ па. Соның 5-еуі де шығып кетті, мен бір өзім қалдым да сол жерде. Оны шығаруына себеп болған бізде бір орыс қыз болды. Ол администратор болды, біздің басты қарап болды, екеуі күшті отношениеде болды. Нәтижесінде ұнамайтын бәрін шығаратын. А мен қалдым да сол жерде. И соңында бір күні сол арабпен кететін күні жұмыстан мен не істеп отқанбыз. И сұрады, сен шынымен де сол қызбен доссың ба деді маған. Мен жоқ дедім. Мен дос емеспін дедім. Сен қалай жүрдің деді. Бізде қазақтанда сөз бар дедім, сыйысу деген дедім. Мен ол кісімен сыйысып осылай өмір сүрдім дедім. Соның арқасында оған өзімнің дегенімді істете алдым, өзіме комфортный зона создать еттім, жалақымды алдым, $100,000 Америкадан алып келдім деген сияқты. Соның бәрін осылай, егер мен онымен қырыла берсем, ол адам өзінің әйелімен де ажырасып кете алады, ата-анасымен де қарым-қатынасын, досым. Сондықтан біз всегда солай сыйысып өмір сүргеннің арқасында осындай жетістікке жете алдым деп ойладым да мен. Сондықтан кез келген жерде сіз сыйысып өмір сүру керексіз. Жалпы осы. Кімнің Ной Хараридің Homo sapiens бар, бағана Homo deus бар. Үшіншісі 21 ғасыр адамына керек, 21 дағдының ішінде.
flexibility деген тұрады да, яғни гибкость деген нәрсе тұрады да, адам икемділік қой жалпы. Ана сиысу ғой негізі, былай қазақшасы да, сол қарап тұрдым, ана айтып жатқан дүниеге қарап, осы бір дүние ғой, сиысу деген. одан кейін қазақта тағы бір сөз бар, адам болар кісінің кісіменен ісі бар дейді, адам болмас кісінің кісімен несі бар дейді да. Яғни ана сиысуыңыздың өзі адам тани алу және соның ыңғайына жығыла алу және өзіне бір комфортный дүние жасай алу да. Ойланып қарасаңыз, өйткені қазіргі таңда кез келген мысалы IQ туралы әңгіме көп еді бұрын, қазір EQ туралы әңгіме көп та, emotional quotient, яғни эмоциональный мысалы не деген интеллект деген дүние. Яғни сол интеллектті дамытса, ол да бір адамның қазіргі адамның дағдысына өте жақсы әсер ететін бір дүние, иә. Қайреке, бүгінгі подкастқа келіп, осындай құнды ойларыңызбен бөліскеніңізге өте бір қуаныштымын, шынымды айтсам. Өйткені бір бағанағы болады ғой, өзіміз қарапайым отбасынан шыққан адамдармыз, енді қарапайым отбасынан шыққаннан кейін өз даму жолымызда, өсу жолымызда қарапайым болды. Сол үшін бұл подкаст өте бір көп адамға пайдалы болды деп ойлаймын. Менің өзімнің бағанағы өмірде бір өте мақтайтын кітаптардың біреуі мынау Seven Habits of Highly Effective People деген кітап қой. Енді 7 навык деп атап кеткен, жұрттың бәрі қазақ тілде жасампаз жандардың 7 дағдысы деп аталады. Өзіме қатты ұнайды, Қайреке, сол бүгін қонақ болып келгеніңізге сізге бір сыйлық ретінде осы кітап бергім келеді. Рахмет сізге. Күшті. О, әдемі ғой. Өйткені ол кітап өзім өте жақсы көретін кітап. Өйткені бұл жерде бір қызық не, мына 7 түрлі дағды туралы айтады адамның. Сол 7-ші дағды не дейді анау, өзіңіздің араңызды, балтаңызды өткірлеп тұрыңыз ғой, заточив пил дейді. Сол бір дүниені керемет жеткізген, яғни дағды ол әрқашан дамып отыру керек дейді да. Сол үшін осы бір сізге де пайдалы болатын шығар деп беріп отырмыз. Жалпы бұл кітапты оқыған едім. Мен де жақсы көретін кітабым бірі. Сондықтан адам бір-біріне өзінің жақсы көрген нәрселерін береді дейді ғой, солай. Өте ризамыз. Сіздің де жұмыста табыстар. Әдемі айттыңыз, қарапайым отбасынан шығып, қарапайым даму жолы болды деп ойлаймын. Сондықтан бұл жастарға дұрыс не болсын, кішкене болсын үлес қосса екен деген мақсатта. Сондықтан бір-біріңізге кітап сыйлаңыздар. Кітаппен адам дамиды. Бұл кітаптың өзін ол адам неше жылдық опытын осы бір кітапқа сыйғызды деген сияқты ғой. Сондықтан бәріміз сыйысып өмір сүрейік. Жақсы, философия, бір керемет философия ғой, сыйысып өмір сүрейік деген. Жақсы, керемет. Бүгінгі подкастымыз осымен тәмам. Баршаға пайдалы болды деп ойлаймын. Егер бүгінгі подкаст ұнаса, Инстаграмда бөлісіңіздер, осы каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Өйткені бұл каналда әлі де көптеген тұлғалармен кездесу болады. Сіздер үшін пайдалы болу үшін, сіздерге пайдалы болу үшін барынша еңбек етіп жатқан жайымыз бар. Қош сау болыңыздар.